Шын мәнінде миллиондаған адамдар сүйетін бұл сусынның жасалу тарихы өте қызықты. Әрине, егер мен оның жасаушысын айтпасам, оқиға толық болмайды. Джон Стит Пембертон 1831 жылы 8 шілдеде Джорджия штатының Ноксвилл қаласында дүниеге келген. Ол Джеймс Клиффорд Пембертон мен Марта Генттің ұлы болды. Біраз уақыттан кейін, бала дүниеге келгеннен кейін, оның отбасы Колумбқа көшті. Оның ағасы Джон Клиффорд Пембертон кейін конфедерация армиясының генералы болды. Пембертонның балалық және жастық шағы Колумбста өтті. Онда университеттің фармацевтика мектебін бітірген. Оның отбасы кедей болды деп айту қиын шығар. Бірақ оларды өте бай деп айтуға да болмас. Соған қарамастан, ұлының оқуына ақша жеткілікті еді. Ол кезде азамат соғысы болғанын ескерсек, Америка құрама штаттарындағы дәл осы соғыс жылдарында Пембертон конфедерация армиясының қатарында шайқасты. Тіпті соғыстың соңына таман подполковник шеніне дейін көтерілді. Бірақ 1865 жылы сәуірде 34 жасында Колумб шайқасында жараланды. Кейіннен сол кездегі көптеген соғыс ардагерлері сияқты ол морфинге тәуелді болды. Сонымен қатар, Джон түрлі химиялық тәжірибелерді жақсы көретін. Оған сироптар мен өзінің дәрі-дәрмектерін дайындау процесі үлкен рахат сыйлады. Бұрынғы әскер кавалеристі конфедерация жеңіліске ұшырағаннан кейін жұмыссыз қалып, күнкөріс үшін айналым жасауға мәжбүр болды. Осылайша, ол өзінің туған Колумбынан Атлантаға көшіп фармацевтикалық дүкенін ашты. Онда бірнеше ай бойы ол бірнеше минут ішінде оның бас ауруы мен қатты шаршаудан құтқаратын сироптың рецептін жасауға тырысты. Бірақ сонымен бірге ойлап тапқан өнімі жарақат салдарынан қатты азап шеккен ауырсынудан құтқарса деген ойда болды. Қалай болғанда да, морфий енді әсер етпеді. Ауырсыну күн сайын күшейе түсті. Ол кезде медицина төмен деңгейде болатын. Морфиннің зияны туралы көбісі білмейтін. Бірақ Джон мұндай тәуелділіктің жақсылыққа әкелмейтінін түсінді. Сондықтан ол бірнеше күн бойы басқа тиімдірек дәріні ойлап табу үшін жұмыс жасап, іздене берді. Мамырдың бір ыстық таңында Джон үйінің ауласында мыс бассейнінде әртүрлі өсімдік сығындылары мен домининин сығындысын араластырып, жұмыс істеп отырды. Дәл сол күні ол қалада көп ұзамай өзін таныта алатын нәрсені жасайды. Нәтижесінде ойлап тапқан сироп таңдауға ғана көмектеспей, ерекше күш беріп, көңіл күйді жақсартады. Бірнеше аптадан кейін осындай керемет туындыны өзіне сынап көрген Джон оны өз дәріханасына апарады. Сиропты дәрі ретінде сатылымға қояды. Өнім бас ауруын ғана жазып қоймай, жүрек айнуы мен гастритке де ем ретінде қолданылады. Бір стақанның құны 5 центтен аспады. Айта кету керек, Джонның жақсы досы есепші Фрэнк Мейсон сусынды жақсы көрді. Оның әдемі каллиграфиялық қолжазбасы болды. Фрэнк сироптың атын ойлап тауып, бүгінгі күнге дейін қаптамадан көзіміз үйренген әріптермен жазылды. Айтпақшы, сол уақыттан бері логотип өзгерген жоқ. 100 жылдай бұрын олар жасағандай бүгінгі күнге дейін сақталды. Айтпақшы, Фрэнк сусынның алғашқы жарнамалық ұранының авторы болды. Кока-кола ішіңіз деген сөзді мыңдаған азаматтардың назарын аударды. Көп ұзамай фармацевт күніне 9 стақан сусын сатып, нәтижеге өте риза болды. Тағы бір айтагерлігі, ол кезде дәріхана қазіргіге қарағанда сәл басқаша мекеме болған. Адамдар бұл жерге тек уақытын өткізу үшін келетін. Және мұндай мекемелерде үстелдер қойылып, газдалған сусындар болатын. Ал кейінірек тіпті арнайы автомат машиналары пайда болды. Осылайша, клиенттік база күннен күнге өсті. Сусынның өзі көпшіліктің көңілінен шықты. Клиенттердің айтуынша, бұл жүйкені тыныштандыруға көмектесіп, жан рахатын сыйлайды. Қалай болғанда да,
Кейінірек Джонға сироп рецептін жүйке ауруларына ем ретінде патенттеуге кеңес берген Фрэнк болды. Кока-кола рецепті қарапайым болды. Осы уақытқа дейін композиция екі негізгі ингредиенттен тұратын белгілі болды. Коко жапырақтары және тропикалық кю ағаш жаңғақтарынан алынған кофеин. Осы жерде айта кететін жайт, ол кезде кокаин тыйым салмаған зат емес еді. Және адамдар оның денсаулыққа зияны туралы әлі ештеңе білмейтін. Сондықтан кокаин еркін сатылды. Көбінесе ол ішімдіктің орнына рахат сезімін сыйлау үшін сусынға қосылды. Ал Кока-кола бұл ретте жаңалық ашты деуге келмейді. Осы сусынды сатудың бірінші жылында Джон $70 жұмсап, $50 тапты. Ол жыл тиімсіз болды. Алайда сусынның сатылымы күн сайын өсті. Соның салдарынан дәріхана сыртында сап түзеле бастады. Бір жылдан кейін бүкіл Атланта Кока-кола туралы білді. Сол кезде жарнама жалғаса берді. Кока-коланы сатып алған барлық дәріхана қожайындары дәріхананың кіреберісіне осы жерде Кока-кола сатылады деген әдемі қолжазбамен жазылған үлкен тақтайшаны іліп қоятын болды. Сондай-ақ бастапқыда сироптың газсыз болғанын атап өткен жөн. Ал газдалған Кока-кола кездейсоқ пайда болды. Кока-кола сататын Джекобс дәріханасында ішімдіктен кейін есін жиғысы келген оңтүстік тұрғыны келеді деген аңыз бар. Ол бір стақан сусынға тапсырыс береді. Ал сатушы Уилли Венейбл залдың екінші шетіне су құбырына баруға ерінеді де, келушіден Пембертон сиропымен бірге аздап сода ішуге қарсы емес пе деп сұрайды. Ол еш қарсылықсыз келіседі. Сусынды ішкеннен кейін келуші ғажайып сезімді бастан кешеді. Осылайша жалқау сатушы керемет жаңалық ашты. Тіпті ол өзінің қандай тамаша жаңалық ойлап тапқанын сезбейді де. Осындай ноу-хау жайлы өзге сатушылар да естіп, солай жасай бастайды. Бәлкім, Кока-кола оқиғасы мүлде басқаша өрбіген болар еді. Бірақ Джон өте жақсы кәсіпкер емес еді. Сонымен қатар, Джонның денсаулығы тез нашарлап, оның бизнесті кеңейтуге қажетті капиталы болмады. 1888 жылы ол Кока-кола рецепті мен барлық қажетті жабдықтарды сатуға шешім қабылдайды. Атап айтқанда, оның компаниясы 3/2 Кока-коланың газдалған нұсқасын ашқан Уилли Венейбл кетеді. Бірақ бұл жай ғана рецепт болатын. Ең қызықтысы кейінірек орын алды. Біраз уақыттан кейін Атлантада Ирландиядан келген кедей иммигрант Аза Кендлер пайда болды. Оның қалтасында бар болғаны $1.75 болды. Бірақ ол жаңа орнында жолы болатынына нық сенді. Ерекше коммерциялық дарынға ие болған ол көп ұзамай шағын капиталға ие болды. Және Пембертонның жесірінен $2300 Кока-кола рецептін сатып алды. Ол кезде бұл өте көп ақша болатын. Ағасы және басқа екі серіктесімен бірге ол Джорджияда $100,000 бастапқы капиталымен The Coca-Cola Company'ді құрды. Ал егер Пембертон сусынның әкесі болса, онда Аза Кендлер 1893 жылы 31 қаңтарда оны тіркелген Coca-Cola компаниясының әкесі болды. Ол бүгінгі күнге дейін сусын өндірумен айналысады. Фрэнкпен бірге кәсіпкерлер сусынның рецептін жетілдіруге кіріседі. Ең алдымен сақтау мерзімін ұзарту үшін. Өйткені олар тез бұзылатын өнімнің ұзақ жол жүре алмайтынын түсінді. Ал бизнесмендер Кока-коланы көрші мемлекеттерге сатуды жоспарлап қойған. Тіпті шетелде. Айта кетейік, Аза өте іскер шығармашыл басшы болып шықты. Ол үнемі Кока-коланы насихаттаудың жаңа жолдарын ойлап тауып отырды. Бір күні ол дәріханалардың біріне 2 баллон сусынды тегін қоюды ұсынды. Өз кезегінде ол дәріхана иесінен тұрақты тұтынушылардың аты жөнімен мекенжайын алып отырды. Содан кейін ол жай ғана көрсетілген мекенжайларға тегін Кока-кола купондарын жіберді. Ол сусынды осылай насихаттады. Дәріхана қожайындары басшының мұндай қулық әрекетіне сүйсінеді.
Өйткені тұтынушылар дәріханаға келгенде, олар жай ғана Кока-Кола ішіп қана қоймай, үйлеріне басқа нәрсе сатып алып қайтатын. Осының арқасында дәріханалардағы тауар айналымы күн сайын өсіп отырды. Сонымен қатар, аза адамдарға компанияның тауарларымен бірге оны тану үшін сувенирлердің барлық түрлерін сату идеясын ойлап тапты. Кәдімгі сироптан әлемге танымал бренд жасай алған адам аза болып саналды. Сонымен 1894 жылдан бастап сусын шыны бөтелкелерді дүкен сөрелерінде пайда болды. Кәсіпорын басшысы үшін сусынға арналған ыдыстың бірегей және танымал болуы маңызды болды. Осы кезде компанияға Эрл Дин келеді. Жылдың сол кездегі сәнді юбкасынан шабытталған дизайнер әлемдегі ең танымал шыны бөтелке жасады. Стандартты емес қоңырау пішіні, 6,5 унция, қою жасыл сол кезде сатылатын ескі сусындардан ерекшеленді. Ерекше тары сатып алушыларға бейсанарлық деңгейде әсер етті. Жаңа бөтелкемен сусын ерекше дәмді көрінді. Оның танымалдылығы ессіз қарқынмен өсті. Өзінің бөтелкесін жасау компанияға жақсы пайда әкеліп қана қоймай, оның ең алдымен көшірме түрден қорғады. Компанияның өзінде бір күні оның танысы Кендлерге келіп, компанияның есіне кірісін жылдам арттырудың сырын айтуға да уәде бергені туралы аңыз бар. Кендлер оған құпия үшін көп ақша төлейді. Ақшаны алғаннан кейін ер адам еңкейіп Кендлердің құлағына сусынды бөтелкеге құйыңыз деп сыбырлайды. Кендлер кеңесті орындамайды. Өйткені бөтелкелер кейде жарылып, сотқа әкелетін жағдайлар орын алатын. 1899 жылы Чаттанугада, Теннесси бөтелкедегі Кока-Кола өндіретін алғашқы зауыт салынды. Ал 1920 жылдардың басында мұндай кәсіпорындардың саны 1000-нан асты. Бұл ретте бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында айта кеткен жөн. Көбісі білмейтін болар, бірақ бүкіл әлем бойынша жараланған сарбаздарға донорлық қан жеткізуге демеушілік жасаған Кока-Кола болды. Осылайша Қызыл Креспен достық басталып, 100 жылдан астам уақытқа созылды. Қартайған шақта компанияны тастап кететін ешкім жоқ екенін түсінген Аза, 1919 жылы Кока-Кола компаниясын Эрнест Вудрафқа $25 миллион сатты. Оның күш жігерінің арқасында 1990 жылы Coca-Cola компаниясы әлемдегі ең танымал компанияға айналды. Ал басқару оның ұлы Роберт Вудрафтың қолына өтті. Ол 60 жыл бойы басшылықта болып, компанияның тірі аңызына айналды. Coca-Cola компаниясының жаңа президенті сусынның сапасына баса назар аударды. Роберт бүкіл әлем бойынша компанияны дамытатын Coca-Cola экспорттық корпорациясын құрады. Бұл кезде әлемнің түкпір-түкпірінен алып кемелер жүзіп, Coca-Cola тиеп үлгерді. Роберт брендтің жарнамалық науқанына орасан қаржы салып, Куба, Филиппин және Францияда да жаңа зауыттар ашты. Оның басшылығы кезінде үзіліс ал, сергіп ал деген атақты ұрандар пайда болып, бүгінгі күнге дейін қолданылады. 1928 жылы Coca-Cola олимпиадалық қозғалыстың ресми серіктесі олимпиаданың алғашқы сусыны болды. Брендтің танымалдылығын ешкім тоқтата алмады. Ол американдық арман мен еркіндікпен байланысты болды. Оңай танылатын белгілі күнделікті өмірге еніп, бүкіл әлем бойынша өзінің салтанатты маршын бастады. Оқырмандар компанияның логотипін сән журналдарының мұқабаларынан және жол бойындағы үлкен плакаттардан тапты. Сусынды танымал әртістер мен спортшылар жарнамалады. Роберттің басшылығы кезінде атақты Санта-Клаус Аязата да пайда болды. Оны мичигандық суретші Хаддон Судблом жасаған. Санта-Клаус бейнесі ретінде ол өзін салған. Тек сигардың орнына қолына бір бөтелке Coca-Cola'ны салады. Тағы 30 жыл бойы Сандблом әр Рождествода Сантаның жаңа суретін жасайды. Бүгінде бұл жұмыстар Coca-Cola мұрағатындағы ең құнды жәдігерлердің бірі болып табылады.
Олар Чикагодағы ғылым және өнеркәсіп мұражайында, Торонтодағы корольдік Онтарио мұражайында, Стокгольмдегі Токионың ең үлкен әмбебап дүкендерінде, тіпті Париждің Луврында көрмеге қойылды. Сол картиналардың кейбірін Атлантадағы Кока-Кола мұражайының тұрақты көрмесінен көруге болады. Айтпақшы, біздің өміріміздегі көптеген ұсақ түйектер Кока-Кола мен байланысты. Кейде біз бұл туралы ойламаймыз. Мысалы, 1933 жылы Кока-Кола бөтелкелерін сататын алғашқы автоматтар пайда болды. Дүкендер 6 бөтелкеден тұратын Six-Box ұсына бастады. Бұл жаңа мыңжылдыққа дейін сәтті жеткенге арналды. Осы ретте Coca-Cola компаниясы тағы бір жаңалықты игерді. Атап айтқанда, кез келген дүкенде орнатылған қашықтықтағы тоңазытқыштар келуші өзінің сүйікті сусынын, салқындатылған бөтелкесін сол жерден ала алады. Осылайша, тұтынушы мен сатушы өнім арасындағы соңғы кедергі жойылды. Иә достар, қазір бәріміз дүкендеріміздің залдарында көретін сол тоңазытқыштарды бірінші болып Coca-Cola ойлап тапты. Осылайша, сіз бен біз бірте-бірте екінші дүниежүзілік соғыс уақытына жақындадық. Ол да компанияның дамуына өзіндік түзетулер енгізді. Соғыс қимылдарының басталуы басшылықты өз тауарларының құнын айтарлықтай төмендетуге мәжбүр етті. Ал Роберт Вудроф өз қызметкерлеріне қиын бірақ толығымен орындалатын тапсырма қойды. Сарбаздар сусынды небәрі 5 центке сатып ала алатын болды. Coca-Cola'ның мақсаты сарбаздардың патриоттық рухын көтеру еді. Соғыс уақыты компания үшін айтарлықтай шығынсыз өтті. Басшылықтың саясаты бір жылдың ішінде өз жемісін берді. Соғыс аяқталғаннан кейін Coca-Cola бұрынғыдан да танымал болды. Ал компаниямен ынтымақтасқысы келетін серіктестер саны күн сайын арта түсті. Тіпті Кеңес одағының маршалы Жуков бұл сусынды жоғары бағалады деген қаусет те бар еді. Соғыстан кейінгі кезеңде өзгерістер кезеңі басталды. Coca-Cola 0.33 және 0.77 литрлік бөтелкелерде шығарыла бастады. Кейіннен сусын алюминий банкелері мен пластик бөтелкелерінде сатыла бастады. 1960 жылдардан бастап Fanta және Sprite сусындары Америка құрама штаттарында шығарыла бастады. Олимпиададан басқа компания FIFA әлем чемпионатының ресми демеушісі болды. 1982 жылы дүкен сөрелерінде Coca-Cola Light түріндегі алғашқы диеталық сусын пайда болды. Ол төмен калориялы сусындар арасында танымалдылығы бойынша жылдан бірінші орынға ие болды. Сусындардың дәмінің ассортименті біртіндеп кеңейе берді. Coca-Cola шие ванилі мен лайм дәмі бар түрі де шығарды. Ал 1988 жылы Coca-Cola КСРО-ның жабық нарығына шықты. Өндіріс Москворецк сыра зауытына жолға қойылды. Жалпы 90-шы жылдар компания үшін жарнамалық жаңғыру уақыты болды. Осы кезеңде ең танымал жарнамалардың бірі пайда болады. Ақ аюлармен жарқыраған видео көпшілік арасында шу тудырды. Біріншіден, бұл идея жеңімпаздардың бірі ретінде танылды. Ал екіншіден, компьютерлік арнайы эффектілер алғаш рет жарнамалық кампанияны құруда қолданылды. Содан бері ақ аю Coca-Cola'ның тағы бір символына айналып, Санта-Клауспен тең дәрежеге дейін көтерілді. 1997 жылы компания шын мәнінде әлемдік рекордты орнатты. Алдыңғы 7,5-10 жылдықтағыдай сусындар 12 айда сатылған. Осы сандар мен көлемдерді елестетіп көріңізші. Әрине, Coca-Cola әлемдегі ең танымал сусын екеніне ешкім дауласпаған. 2000 жылдың басынан бері компания қарқынды дамып, барлық салада жақсарып келеді. Бөтелке дизайны өзгеруде. Ол неғұрлым мықтырақ және жеңіл болады. Coca-Cola сонымен қатар қайта өңдеуге болатын экологиялық таза өнімдерді жасауға үлкен ақша жұмсайды. Ал басқа компаниялармен ынтымақтастық ауқымды жыл сайын арта бастайды. 2017 жылы Coca-Cola даму бағытын өзгертті. Өткені тұтынушылардың талғамы өзгереді. Бұл компанияның олармен бірге өзгеретінін білдіреді.
бір жылдың ішінде компания сусындағы қантты айтарлықтай төмендетті. Ол сондай-ақ ыңғайлы қаптама ойлап тапты. Компания дүние жүзіндегі 9 зауытында 4100 түрлі өнім шығарады. Оның 500 бренді де бар. Оның 21-інің құны $1 миллиард асады. Бүгінде сусын әлемнің барлық елдерінде ресми түрде сатылады. Американың президенті немесе Африканың кедей елінен келген үйсіз бірінші сынып оқушысы немесе ғылым докторы Кока-кола деген не деген сұраққа оңай нақты жауап беретіндей жағдайға жетеді. Қалай болғанда да, статистикаға сәйкес, бүкіл планета тұрғындарының 94% кем дегенде бір рет болсын Кока-коланы ішіп көрген. Сондай-ақ, Кока-кола туралы қызықты деректерді тыңдай отырыңыздар. Ол тотты жақсы кетіреді. Және бұл әсерге Кока-кола құрамындағы ортофосфор қышқылының арқасында қол жеткізіледі. Кола сонымен қатар шәйнектен қақты кетіретіні белгілі. Және дәретханадағы датты. Дегенмен, оны осы мақсаттарда пайдалану ұсынылмайды. Өйткені бұл мақсат үшін құрамында қышқыл бар арнайы өнімдер қолданылады. Кока-коланы қан дақтарын жуу үшін қолданылады. Америкалық полицейлер тіпті жол апаты болған жерде асфальттағы қан дақтарын жуу үшін қызметті көліктерінде бірнеше банка кола сақтайды. Көлемдерге келетін болсақ, егер Кока-кола өндіретін барлық бөтелкелер планетаның барлық тұрғындарына таратылса, онда әрқайсымыз шамамен 800 бөтелке ғажайып сусын алатын едік. Сонымен бірге, әлемде секунд сайын 8000 стақан сусын таратылымға түседі. Тағы бір қызықты жайт, Кока-кола үшін ең бірінші ашық билборд 1904 жылы боялған. Ол әлі де Джорджия штатының Картер қаласында өз орнында орналасқан. Әлемде жан басына шаққанда Кока-кола тұтынудың ең жоғарғы пайызын құрайтын екі елдің бір-бірімен мүлдем ұқсастығы жоқ екенін білуде қызықты. Бір жағынан бұл үлкен континенттік субтропикалық Мексика, ал екінші жағынан субполярлық Исландияның кішкентай аралы. Дәл осы елдерде адамдар коланы көп ішеді. Кока-коланың жеткізудің ең ұзақ жолы Австралияда. Компанияның жүк көлігінің жүргізушілері оңтүстік Австралияның Перт қаласынан Карат елді мекендері мен Фермент портына өнімді жеткізу үшін 1803 шақырымдық жолды еңсеру керек. Және, әрине достар, әлемге әйгілі сусынды ойлап тапқан адамның соңғы күндері туралы бөлек айтқым келеді. Өйткені бір кездері ойлап тапқан нәрсенің ертеңі не болары көбісіне жұмбақ күйінде қалатын кездер жиі орын алады. Мәселе мынада, Кока-коланы жасаушының өзі 57 жасында толық жоқшылықта қайтыс болады. Ал 1888 жылы 16 тамызда кедейлер зиратында жерленген. Оны жерлеуге барлық көшелерден ақша жиналды. Тек 70 жылдан кейін Кока-кола компаниясының негізін қалаушы табытын үстіне тас қабір қойды. Жалпы, бұл біздің өміріміздің шындығы. Сонда Джон Стит Пембертон біздің әлемді мәңгілікке өзгертетін нәрсені ойлап табады деп елестете ала ма? Олай ойламаймын. Бірақ бүгінде Кока-кола әлемдегі жетекші брендтердің бірі болып табылады. Компания қалдықтарды бөлуге ықпал етеді және қоршаған ортаны қорғау шараларына қатысады. Жастарды арнайы хабардар ету бағдарламалары құрылған. Жаһандық алпауыт қарқынды дамып келеді. Жаңа талғамдармен таң қалдыруды жалғастыра беруде. Және әрине жылдан жылға жақсарып келе жатқан ерекше жарнама да өз үлесін қосуда. Жалпы, Кока-кола туралы мәңгілік айтуға болады. Мен барлық ақпаратты мүмкіндігінше қысқартуға және ең қызықты нәрселерді таңдауға тырыстым. Сіз оны бағалайсыз деп үміттемін. Менде бар нәрсе осы шығар. Сіз естіген оқиға туралы өз пікіріңіз бен қай сусынды ұнататындығыңызды жазыңыз. Қазақ YouTube арнасын қолдап, подписаться лүпілін басып, лайк пен қолдап кетіңіз.